Сәлем достар, бүгін фаршталған бұршақ жасайтын боламыз, немесе перец деп атайды. Керекті заттарға сиырдың еті өткізілген, және де бір бас жуа, жуылған жарты кесе күріш, 2 сарымсақ турап алдын ала дайындап қойдым, және де сәбіз. Осылай 4 бұрыштап турап салып аласыздар. Тоз, бұрыш, паприканы алдын ала осылай дайындап салдым. Әдемілеп араластырып алғаннан кейін шемішке майды алдын ала қыздырып қойып едім. Бетіне жуаны және де үкіштен өткізіп, сәбізді салып қуырып қоясыздар. Сосын тұзын салып, бетіне аздаған су құйып, бетін жауып қойыңыздар. Ол кезге дейін біз дайындап қойған перецтерімізді ішіне жаңағы дайындалған салмамызды саламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте қымбат. Алдын ала дайындап қойған біздің перецтеріміз менде осындай болып шықты. Сіздерде қалай болып шықты, оны комментарийге жазып кетіңіздер. Қайнағаннан кейін барлығын салып 1 сағатқа астын жай басып бұқтырып қойдым. Егер суы аз болып жатса, сәл су құйсаңыздар болады. Достар, міне біздің тамағымыз дайын болды. Ас болсын, сіздерде дайындап көріңіздер.